Ол үшін кеңірек ыдысқа 500 грамм ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Оған 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қопсытқыш салып, бәрін жақсылап араластырамыз. 150 грамм бөлме температурасындағы сары майымызды салып, қолымызбен араластырамыз. Бәрін толық осылай жақсылап араластырып аламыз. 200 грамм қаймағымызды, яғни сметанамызды қосамыз. Және 1 жұмыртқамызды салып, қамыр илейміз. Жақсылап илеп, иін қандырып, тұндырып, тоңазытқышқа, яғни холодильникке бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Салмамызды дайындаймыз. 400 грамм алдын ала дайындалған сиыр етінің фаршына 1,5 пиязымызды және 2 кішірек картопымызды үккіштен өткізіп қосамыз. Оған 1 шай қасық кориандр және қара бұрыш, тұз қосамыз. Жақсылап бәрін араластырамыз. Тұнған нанымызды 2-ге бөліп, осылай қылып, дөңгелек қылып кесіп аламыз. Осылай дөңгелектеп бәрін жақсылап дайындап аламыз. Және шетінен осылай дөңгелек қылып жаямыз. Әдемілеп осылай бәрін жұқалап жайып шығамыз. Жайып алған қамырымыздың екі шетінен осылай кесіп шығамыз. Пышақпен кесу ыңғайсыз болса, осындай пицца кескіш болса, осымен кескен ыңғайлы. Екі шетінен бірдей қылып кесіп шығамыз. Бізге осындай шпажка керек болады. Фаршымызды осылай шұжық сияқты қылып, шпажкадан өткізіп, жақсылап қысып, самсамыздың ортасына саламыз. Тура осы видеодағындай басынан бастап түйеміз. Ең астын осылай қайтарып алып, осылай түйіп шығамыз. Осындай әдемі болып шығады. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да біреуін түйіп көрсетейін. Осылай ең астын қайтарып аламыз. Осылай біріне бірін бастырып түйіп шығамыз. Қалғандарында тура осылай түйіп шығамыз. Мұнда 7 штук самса, негізі 14 самса шығады. Бір жұмыртқаның сарысын жақсылап араластырып, самсаларымыздың бетіне жағып шығамыз. 14 дана самса шықты. Мен бұл жерде тек жартысын ғана сіздерге көрсетіп отырмын. Қалағандарыңызша бетіне ақ немесе қара күнжіттен сеуіп шықсаңыздар болады. Мен осылай екеуінен де араластырып сеуіп шықтым. Бәрін сеуіп дайындап алған соң, алдын ала қызып тұрған духовкамызда 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Өте әдемі, өте дәмді самсалар. Дайындап көруге кеңес берем. Мерекелік дастарханға өте әдемі сән береді. Осылай әдемі күймей пісіп шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің каналымда бұдан да басқа әдемі самсалардың рецепттері бар. Кіріп, қарап, көріп шықсаңыздар болады. Сау болыңыздар. Үш бұрышты өте әдемі дәмді самса дайындап үйренеміз. Ол үшін кеңірек ыдысымызға 200 мл жылы сүтімізді құямыз. Оған 100 мл сары майымызды ертіп қосамыз. Және 50 мл сұйық майымызды құйып, оған 1 шай қасық тұз қосып,
Жақсылап бәрін араластырамыз. Тұзымыз толық ерігенше араластырамыз. Оған 450 грамм ұнымызды електен өткізіп қосып, қамыр илейміз. Қамырымызды илеген соң тоңазытқышқа, яғни холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Оған дейін салмамызды дайындаймыз. 250 грамм тауық етін ұсақтап турап, оған 1,5 бас пияз ұсақтап турап қосамыз, қара бұрыш, тұз және паприка қосамыз, және 2 қасық сұйық майдан қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын. Тыңған қамырымызды екіге бөліп, біреусін осылай, колбаса шұжық сияқты осылай жасап аламыз. Дөңгелек қып кескенге ыңғайлы болу үшін. Осындай бөліктерге бөліп алып, сәл оңға аунатып, қамыр жаямыз. Өстіп дөңгелек қылып жаямыз. Бәрін тура солай жайып шығамыз. Бәрін жайып алған соң, ортасына салмамызды салып, осылай 3 бұрыш қылып, шет-шеттерін жабыстырамыз. Осылай екі шетінен шымшып, қамырдан шығарып қалдырамыз. Шошаның инелері сияқты бөлек-бөлек болып екі шетінен шығып тұрады. Өте әдемі, осылай түйіп көріңіздер. Түсінікті болу үшін тағы да біреусін түйіп көрсетейін. Шет-шеттерін жабыстырып, 3 бұрыш қылып жасап аламыз. Және осылай шеттерінен шымшып, кішкене қамырдан шығарып кетіп отырамыз. Өте оңай, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бір жұмыртқаның сарысын араластырып, осылай беттеріне жағып шығамыз. Бәрін жағып алған соң, беттеріне күнжіт себеміз. Мен осындай ақ күнжітті себуге жөн көрдім. Алдын ала қызып тұрған духовкада 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Өте дәмді самсалар, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қайырлы күн баршаңызға. Мерекелік дастарханға сән беретін өте әдемі, ерекше дәмді самсалар дайындап үйренеміз. Ол үшін кеңірек ыдысымызға 200 мл жылы сүтімізді құямыз. Оған 100 мл сары майымызды ертіп қосамыз. Елу мл сұйық майымызды қосамыз. Және де 1 шай қасық тұз қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Оған 450 грамм ұнымызды қосып, қамыр илейміз. Жақсылап ен қандырып елеген соң, қамырымызды бетін жауып, тоңазытқышқа, яғни холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Салмамызды дайындаймыз. 200 грамм сиыр етін ұсақтап турап, оған 1 картошка мен 1 бас пияз ұсақтап турап қосып, тұз, қара бұрыш және кориандр қосып, және 2 ас қасықта сұйық май қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын. Жарты сағат тынған қамырымызды екіге бөліп, жартысын орап қойып, жартысымен нан жаямыз. Осылай оқтаумен жақсылап ұзыншақ қылып жайып шығамыз. Сәл ұн қосып осылай жаямыз.
Қамырымызды жайып алған соң, ұннан сеу осылай жайып шығамыз. Оқтауымызға ораған кезде қамырымыз жабысып қалмау қажет. Оқтауымызға ораған кезде нанды қатты нығыздамай ораймыз. Осылай екі шетінен жиырамыз және осылай дастарханымызға жайып аламыз. Кішкене гармошка жасап, осылай салмамызды салып шығамыз. Салып алған соң, екі шетінен сәл ғана қамырмен бетін жауып шығамыз. Қамырымыздың ортасын осылай қысып біріктіреміз. Және осылай кесіп шығамыз. Кесіп алған соң екі жағын қысып, аударып қоямыз. Сонда түріктің баклавасы сияқты өте әдемі болады. Бір жұмыртқаның сарысы мен бетін жағып шығамыз. Барын бетін жағып шыққан соң, күнжіттен себеміз. Менде қара күнжіт, сіздер ақ күнжіт немесе түменнің дәнектерін пайдалансаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай сеппесеңіздер де болады. Өте әдемі, өте ерекше самсалар. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес берем. Және де менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алда бұдан да басқа әдемі самсалардың рецепттерімен бөлісетін боламыз. Оларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде қоңырауды басып қойыңыздар. Өте әдемі, өте дәмді самсалар. Ас болсын.